Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі қытырлақ, сочный болып шығатын осындай лаваштың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен барлық заттарды алдын ала осылай ұзыншалап турап алдым. Ол үшін бізге тауық еті, қияр, сәбіз салат, фри және қызанақ, майонез, кетчуп қажет болады. Барлығын осылай алдын ала дайындап алдым. Тауық етін алдын ала тұзды суда қайнатып алдым. Сәбіз салатты дүкеннен сатып алдым. Енді бізге лаваштың қамыры қажет болады. Лаваштың қамырының бір шетіне ғана осылай майонезімізді жағып шығамыз. Барлық жерге жағып керек емес, тек қана бір шетіне дәл осылай видеодағыдай қажетті мөлшерде майонез бен кетчупымызды жағып шығамыз. Енді майонез бен кетчупымыздың үстіне тауық етін салып шығамыз. Барлығын дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Осылай ұзыншалап жіңішке етіп салып шығамыз. Енді үстіне қиярымызды салып шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Енді үстіне қызанағымызды салып шықтық. Қызанағымызды салып болдық. Енді үстіне сәбіз салатымызды салып шығамыз. Егер сіздер сәбіз салатын ұнатпайтын болсаңыздар, оны аз мөлшерде немесе мүлдем салмасаңыздар да болады. Енді үстіне дәл осылай фреймізді салып шығамыз. Фреймізді салып болған соң, оның үстін майонез бен кетчупымызбен жабамыз. Егер сіздер майонез кетчупты ұнатпайтын болсаңыздар, оны аз мөлшерде сепсеңіздер болады. Барлығын дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей, осымен салмасының барлығын дайындап алдық. Енді лаваштарымызды орайтын боламыз. Алдымен дәл осылай видеодағыдай екі шетін қайтарып алып, қолымызбен домалатып лаваштарымызды орап шығамыз. Мен сіздерге тағы біреуін көрсетейін. Алдымен екі жағын дәл осылай ішке қарай қайтарып, содан соң бір шетінен бастап орап шығамыз. Дайын болған лаваштарымызды қызып тұрған құрғақ сковородкада төрт жағын кезек-кезек қызарғанша ұстап дайындап аламыз. Мінекей, лаваштарымызды сковородкаға қойдық. Енді астыңғы беті қызарғаннан соң үстіңгі бетін алмастырып, төрт жағын кезек-кезек дәл осылай қызартып шығамыз. Енді екі жанын да осылай қызартамыз. Қарасаңыздар, лаваштар төрт бұрышты болып, қызарып, дәл кафедегідей болып шығып жатыр. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мінекей, осымен біздің лаваштарымыз дайын. Қалған лаваштарымызды да дәл осылай төрт жағын кезек-кезек қызартып дайындап аламыз. Мінекей, менің лаваштарым дайын. Қарасаңыздар, барлық жағы қызарып, өте әдемі болып шыққан. Мен сіздерге қазір ортасын бөліп көрсетейін. Лаваштар сонымен қатар өте қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз үйде тек қана осы рецептпен ғана жасаймыз. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.